Бірінші тапсырма. Қазақ халқының киімі басқа ұлттардан өзгеше, өзіндік қасиетке толы. Мұның себебі қазақ халқының табиғат құшағында өсіп, еркін ғұмыр кешуімен байланысты. Әлеуметтік дәрежесіне, сондай-ақ кәсіби салаға қатыстылығына қарай, қазақ халқы арасында хан, би, сұлтан, мұрақ, зерлі шапан, бақсы, салсері, жарғақ шалбар, мауты, жібек жейде, малшы, аңшы, шекпен, кебенек, сырттық, күләпәра, балуан, батыр, қаптама киімдері деп бөлінген. Жас ерекшелігіне қарай бала киімі, боз бала киімі, бойжеткен киімі, қалыңдық киімі, жас жігіт киімі, келіншек киімі, бәйбіше киімі, ақсақал киімдері болады. Олардың үлгілерінің әшекейі, тігілуі, кестеленуі әртүрлі болып келеді. Жасы ұлғайған адамның киімі денеге қонымды, кең, мол пішілген. Әшекейі жылтырауығы аз, қарапайым болады. Күйеу киімі ұзын төбе, тымақ, қызыл манат, жапан.